Марқұм Мейірхан әжеміз жарықтық. Ең кішкентай баласын, Ғалымжанды мектепке шығарып салып жатыр дейді. Балам, ешқашан өтірік айтпа. Өліп баратсаң да шындығыңды айт. Өтірік айтпа. Сөйтсе Ғалымжан: апа, кеше сабақтан қалып қойдым ғой. Не деп айтам десе, енді сағат тоқтап қапты деп айта сал деп айтады дейді. Анекдот деген сондайдан шыға береді екен. Бір күні Ғалымжан сол кішкентай кезінде қасындағы достарымен ойнап сабаққа кешігіп барған ғой. Сөйтсе мұғалім ұрсып жатыр дейді. Немене, маған қонаққа келдіңдер ма? Отырыңдар деп отырғызып қойыпты. Сөйтіп кешке қарай мұғалімнің үйіне әлгі үшеуі қонаққа барыпты ғой, бізді апай қонаққа шақырған деп. Бала балалығын жасайды деген осы екен ғой.